Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Қазіргі тақырыпты раскладта мен ғашық жандарға арнағым келіп отыр. Бұл жерде қашан кездесу болады, жігіттің сізге деген көңілі бар ма, және де болашақта бірге болу бар ма деген сұрақтарыңыз болса, негізі кез келген сұрақтарға жауап беремін, хабарлассаңыздар болды. Енді қазір бастайық сол тақырыпты. Егер де жігіттеріңізге ысытпа жасатқыларыңыз келсе, хабарлассаңыздар болады. Жол аштыру, кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Жігіттің сізге деген көңілі бар ма? Көрейік. Жігіттің сізге деген көңілі негізі бар. Бұл жерде бір жерге қыдыру деген сияқты, мысалы. Бір жерге бару, сондай бір болады ғой, бір романтик жігіт десем де болады да. Бұл жігітті ойында барлық нәрсе бар, бір сондай бір жақсы бір жерге апару деген сияқты ойында бар, негізі кездесу ойында бар. Енді бұл жерде королева мечей деген карта шықты. Бұл жерде сіздің мінезіңізді де білет, байқаған бұл жігіт. Енді бұл жерде растущая луна тұр. Өте ақылды, сондай қыз ретінде көреді сізді, болмаса әйел ретінде көреді. Бұл жерде қылышқа оралып тұр ғой, жаңағыдай шөп өсіп тұрған сияқты. Бұл жерде өзіне сенімді, сондай адам екенін көрініп тұр, иә, жігіттің көзқарасы бойынша. Енді бұл жерде тағы да сурет салып жатыр, қарап, бірақ суреті мүлдем басқа, ұқсамайды. Бұл дегеніміз ойы әртүрлі. Негізі сіз туралы жігіттің ойы әртүрлі болып тұр. Негізі бұл жерде басқа суретке қарап тұрса да басқа сурет салып жатыр ғой. Бұл дегеніміз әлі де бұл жігіттің қызу қандығы қанбаған, әлі де сол бір жастық алып ұшып тұрған махаббатты іздейді бұл жігіт. Өйткені жастайынан осындай әр жылтыраған нәрсеге қарап, сол тоймаған, негізі әлі де сондай болып тұр. Енді сіз туралы не ойлайды? Кілт тұр ғой, шашында кілт тұр, мына рюмка, чаша құлап жатыр, ішінде қан бар. Бұл жерде бір нәрсені кешірмеу, яғни сіз кешірмеуіңіз мүмкін да, бұл жігіттің сондай бір қателіктерін көріп, болды, бітті, мен бұны кешірмеймін деген сияқты, солай көреді негізі сізді. Енді жігіттің әрекетін көрейік, сізге деген қандай әрекеті бар. Қандай әрекеті бар. Тамшылап жатқан чашаны көріп тұрмыз ғой. Енді бұл жерде мен записім жүріп жатыр ма деп көріп жатырмын. Енді бұл жерде әр тамшыны ұстап тұрған көріп тұр ғой. Бұл королева кубков деген карта. Бұл жерде действие қалай, сізге деген іс-әрекеті қалай болады, сіз күтіп жүргеніңізді білет, және де ұзамай келгісі келеді, араны ұзатпай
бірақ бұл жерде ақша жасап алайын, ақшамен бару керек деген сияқты сондай ойлау үстінде негізі сізге қарай асығып тұр, бірақ қаражат мәселесі жұмыс істеу керек деп тұр. Сіз теріс қарап тұрсыз, өкпелеп тұрған сияқтысыз да бұл жігітке. Бұл жігіт артыңыздан былай жүгіріп, сізге бір сыйлық болсын сондай беру деген сияқты сондай асығып тұр да бұл жігіт. Картаға қарасаңыздар. Сіз теріс қарап тұрсыз, және де өкпелісіз. Әр үміттеніп жүрген адамыңыз, бірақ ол сізге қарап жүгіріп тұр. Ол да жақсы шығар. Енді бұл жерде сіздің күтуден шаршағансыз әбден, уже сізге бәрібір болып қалғанда, бәрібір. Уже күтуден шаршадым, бездействие деген сияқты болып жатырсыз. Енді бұл жерде жігіттің іс-әрекеті көп кедергілер бар негізі кездесуге, келуге, сізбен жолығуға келем дейді, бірақ көп кедергілер болып қалады, содан кейін келе алмайды. Сізде мысалы мына екі картада ана айдың суретіне қарасаңыздар, біреуі жаңадан туылған ай, біреуі толық ай, растущее полнолуние. Енді сіз айдың басынан бастап күтіп отқаныңыз, енді айдың соңы келем дейді жігіт, бірақ ешқандай қалай айтсам болады, бір әрекет көрмей тұрсыз да жігіттен. Бірақ бұл жігіт сонша бір асығыс, сондай болып жүрді, күйіп пісіп асығыс болып жүрді. Сонда да сізді қимайды ешкімге, күтіп жүргеніңізді білет негізі. Әрекет жасайым дейді, көрекші тағы да. Хат жазғысы келеді, бірақ ол бүлдіріп алам деп ойлайды. Солнце дейді, мен барып шешем деп тұр. Және де бұл жерде бұл ер азаматтың әйелі болу әбден мүмкін, өйткені треугольник шықты. Және де корольді көріп тұрсыз, король пентакли. Бұл жерде қаражаттың барлығын меніңкі дүние қоңыз болып кеткен ғой қазіргі адамдар. Дүние жинау деген сияқты, дүниенің соңынан түсіп кету. Бірақ артында мынау скелет тұр ғой адам. Бұл бәрібір баратын жерің, сен бұның бәрін алып кете алмайсың ана жаққа деген сияқты күтіп тұр ғой артында. Бұл ер адам бір барлығын жинап алайын деген сияқты үнемі солай жүреді. Негізі солай уақытты өткізіп жүр. Сіз ойлайсыз енді жігітпен қашан кездесем деген сияқты. Бұл қай жерден ақша алсам болады, қай жерден жұмыс жасап ананы алсам болады, мынаны алсам болады деп жүр ғой енді дүние қоңыз болып. Бұл жерде әйелі бар, және де любовница, махаббат үштігі, сондай картаны көріп тұрсыздар, тройка кубков деп аталады бұл карта. Әйелі қызғанады негізі күйеуін, қызғанады. Көбінесе ол қолын босатпауға тырысатын әйелі. Бұл сол күйеуі соны айтқанынан шыға алмай, бір қолайлы сәтті күтіп жүрген сияқты. Босаған уақытта барам деп. Дәл қазір уақытта жұмыс барысы, сондай өзінің тірліктері, сондаймен жүр. Негізі алдағы таңда жігіттің ойы кездесем деген сияқты ой ойлап тұр енді. Сізді жақсы көреді ме? Жақсы көреді ме?
бұл адамнан аулақ жүру керек сияқты. Өйткені көп өтірік айтады. Мына жерде көп өтірік айту, артынан былай мазақтап сөйлеп кету деген сияқты. Иә, бұл оңай емес, бұл қарым-қатынас. Енді бұл жерде рыцарь жезлов шығып тұр. Өте сондай бір шапшаң қимылдайтын, сондай пысық ер азамат та бұл. Ойы әлі де бір орында емес, жақсы көре ма дегенде бір влюбленный деген сияқты мүлдем карта түспеді да бұл жерге. Бұл жерде просто так уақыт өткізу, жаңағыдай болады ғой, арманым орындалсын деген сияқты. Мына же картада тұр ғой. Иллюзия, ойы әртүрлі әлі жылтыраған жаңағы заттарға қарап тұр, иә. Ойы бір орында емес негізі. Білмеймін, бір сказкада өмір сүргісі келеді ме бұл жігіттің. Иә, спектакль ойнап жатқан карта. Просто көп өтірік айтады, және сол өтірігіне сеніп қалмауыңыз керексіз. Және де қызғаншақ, өте қызғаншақ, сізді қызғанып қояды тағы да. Бұл жерде барлығын көрем, барлығын естейм деген сияқты, солай аңдып жүреді, үнемі сізді бақылап жүреді. Сотка болсын, статус болсын, любой нәрсені ақтарып, сізді көріп, бақылап, не істеп жүргеніңіз бақылап жүретін адам. Енді осы раскладқа тағы көріп кетейін. Звезда. Қашу керек. Бұл адамнан қашу керек деген сияқты карта түсті да. Бұл жерде бәрібір күтіп қаласыз, жүрегіңіз жаралы болып қалады бекерге. Жақсы нәрсе болады деп күтесіз, бірақ міне талдан қан ағып тұрған карта, өз дегеніңізге жете алмау деген сияқты. Бұл адамнан кету керексіз, сіз бас тарту керексіз. Өйткені мына жерде қарасаңыздар, моланы көріп тұрсыз, морг деген сияқты. Әртүрлі жылтыраған нәрсе, кубков тұр, бірақ дұрыс емес, қашып керек емес деген сияқты қашып бара жатыр. Просто так бұл қарым-қатынасты қою керек сізге. Осымен менің раскладым аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Мен кез келген сұрақтарға жауап беремін. WhatsApp номерімді астына жазып қалдырып кетем. Сау болыңыздар.